Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы болашақты жасаймыз. Құндылығы: сүйіспеншілік қасиеттері, шынайылық, адамдарға риясыз қызмет ету, жанашырлық. Сабақтың мақсаты оқушыларға өз болашақтары өз қолдарында екенін түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын 5 ережесін еске түсіріп алайық. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Осы ережелер сабақ барысында сендердің бойларыңнан табылады деп ойлаймын. Келесі айдарымыз тыныштық сәтіне назар аударайық. Арқаңызды тік ұстап отырыңыз. Көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Әрбір тыныс алған сайын неғұрлым көбірек босаңсып, сабырлы болуға тырысыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңізді сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіп, далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз. Жәндіктерді басып кетпеңіз. Енді 1 минут тоқтап, айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның әсемдігі мен нәзіктігіне зер салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін жұтыңыз. Айналадағы бар нәрсені бақылап, әрі қарай жүре беріңіз. Гүлдер, ағаштардың иісі, құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы. Орманға қарай ентелей түсіңіз. Қараңызшы, ағаштар биіктей әрі қалыңдай түсті. Жарық пен көлеңкенің ойынын тамашалаңыз. Жапырақтардың сыбдырын тыңдаңыз. Біз өзімізді дәл қазір орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға шығып, бірнеше минут дем алыңыз. Бізге өмір сүру қандай жеңіл, әрі тыныш және бақыт екенін сезініңіз. Табиғат неткен ғажап. Оны сүйетініңізді, қадірлейтініңізді және бірде-бір жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасайтыныңызды түсініңіз. Сіз өзіңіздің әрқашан бақытты екеніңізді сезініңіз. Енді орныңыздан тұрып, мектепке қайтуға дайындалыңыз. Айналаға тағы бір көз қырын салыңыз. Келген жолыңызбен кері қайтыңыз. Жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. Міне, мектептің де алдына келдік. Айналаңызға тағы да бір қараңыз. Таза ауаны терең жұтыңыз. Есікті ашып, өз орныңызға қайта келіңіз. Жаңа сезінген жым-жырттық, тыныштықты, қанағаттылық пен ашық сезімді, махаббатты, мейірімді өзіңізде сақтаңыз. Көзіңізді ашып, жай ғана күлімсіреңіз. Сен ғұлама Аристотельден кейінгі әлемге әйгілі ғалымның кім екенін білесің бе? 870 жылы, 950 жылдары Сырдария бойындағы Отырар қаласында туып өскен данышпан, энциклопедист ғалым Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз. Отырар қаласы сол кездері Фараб деп аталған. Сондықтан да өзінің Мұхаммед ибн Узлах Тархани деген есімін туған жеріне байланыстырып, әл-Фараби деп атаған. Бірнеше тілдерді жетік меңгерген, 100-ден аса ғылыми еңбектер жазған әл-Фараби бабамызды Азияның ғалымдары Ибн Сина, Беруни, Омар Хайям да ұстаз тұтқан. Балалар, бүгінгі дәйек сөзіміздің авторы ғұлама ойшыл әл-Фараби туралы мәліметті білсек, мынадай қанатты сөзіне назар аударайық. Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді. Талқылау сұрақтары. Дәйек сөзден не түйдің? Өз-өзіңді қалай жетілдіріп жүрсің? Мақсатың айқын, болашағың жарқын болу үшін не істер едің? Балалар, мен сендерге бүгін мұғалім сыйы ретінде
мақсатқа ұмтылушылық атты аңыз әңгімені назарларыңа ұсынамын. Әлемде Дрона атты ұлы садақ атушы болыпты. Садақ оғымен дәл тигізуден тең келер ешкім болмапты. Ол осы өнерге көптеген шәкірттерді баулып үйретіпті. Бірде ол ағашқа мешенділіп, шәкірттерінен не көріп тұрғандарын сұрайды. Біреуі былай деп жауап береді: мен ағаш пен ондағы мешенді көріп тұрмын. Екіншісі: ағаш діңгегін, жапырақтарды, аспандағы күнді, құстарды көріп тұрмын депті. Содан соң Дрона өзінің ең мықты шәкірті Арджуннан сұрайды: ал сен не көріп тұрсың? Мен мешеннен басқа еш нәрсе көріп тұрған жоқпын деп жауап беріпті Арджун. Дрона қалған шәкірттеріне қарап, тек осындай адам ғана мақсатына жете алады деген екен. Талқылауға арналған сұрақтар. Аңыздың мәні неде? Неге ол соңғы шәкіртін бөліп көрсетті? Келесі айдарымыз шығармашылық жұмыс. Бір мақсат, 6 қасиет бейнежазбаны тыңдайық. Мақсат деген керемет құрал. Өміріңді мәнді сәнді сүруге, және өзіңнің, өзгелердің өміріне деген құштарлығын арттыруға, өмірде өз орныңды табуға көмектеседі. Мақсат деген сөздің тұжырымдамасы керемет 6 қасиеттен тұрады. М әріпі ол мұқтаждық. Мұқтаждық кез келген нәрсеге болуы мүмкін. Ол білімге деген мұқтаждық, қадір қасиетке деген мұқтаждық, ақшаға деген мұқтаждық, және тағы басқа. Мұқтаждық ол бірінші керемет қасиет. Егер мұқтаждық болатын болса, соған қарай әрекет жасай бастайсың, соған жеткің келеді. Мұқтаждық мақсат қоюға келіп тіреледі. Ал А әріпі ол ақылдылық. Мұқтаждық мақсат қоюға келіп тірелсе, мақсатты ақылға саласың. Ақылмен мақсатыңа деген ой жүргізесің, талдау жасайсың, шешім қабылдайсың. Ал үшінші әріп Қ әріпі. Қ әріп ол құлшыныс, мақсатыңа деген құлшыныс, сені алға тартатын, таңертең тәтті ұйқыңнан оятатын, түн ортасында ұйқыңнан қалдыратын, басқа нәрселерден шаршаған кезде мақсатыңа қарап шаршауыңды басатын қасиет. Төртінші әріп ол сабырлылық. Күтім жасай алу, қойған мақсатыңа төзімділік жасай алу, бел ортасында келген кезде бәрін тастап кетпестен соңына дейін қиыншылыққа қарсы күресіп, соңына дейін жеткізу. Ал бесінші әріп А әріпі ол алғырлық, алғыр шешім қабылдау, алғыр ойланып, мақсатыңа деген дұрыс жолды тұтыну. Және осы 6 қасиеттің ішіндегі ең керемет қасиет ол Т әріпіндегі тәуекелшілік. Мақсатыңа деген жолда тәуекел жасай алу, нағыз ерлік жасау, бастаған ісіңді орта жолда қалдырмай, соңына жеткізу. Осы 6 қасиет сені кез келген жетістікке жеткізеді. Мақсатты қалай қою керек? Мақсат ол әр адамның өзінің ішкі жан дүниесінен шығатын дүние. Адамдар өзінің мақсаты мен өзгелердің мақсаттарын шатастырып алады. Өзгелердің мақсатын естіп, сол мақсатты өзіне бұрбалап алғысы келеді. Бірақ ол өзінің ішкі жан дүниесі қаламаса ол нәрсені, ол мақсатқа жету қиын болады. Жеке мақсат ол адамның тек сол адамның ішкі жан дүниесінен ғана шығатын дүние. Ал ортақ мақсат 2 немесе одан да көп адамдардың арасында болатын дүние. Мақсат қойған кезде адам биік мақсат қою керек. Егер мақсатың биік болса, ол өзі алға қарай тартады. Кейде шаршайсың, бәрін тоқтап тастағың келеді. Бірақ алдыңда биік мақсатың күтіп тұрса, кеудеңде жүрегің ұрып тұрса, өзіңді тоқтата алмай қаласың. Армандарың орындалады, егер мақсатың айқын болса. Ал балалар, бейнежазбаны көріп қандай тұжырым жасадыңдар? Жасаған тұжырым бойынша төмендегі кестені толтырыңыздар.
жетелейді арман мен мұраттарға, жол жауабы жоғалады сұрақтарға. Сен адастырма, арманым жол бастаған, үйреттің өмір сырын алғаш маған. Сен адастырма, арманым жол бастаған, үйреттің өмір сырын алғаш маған. Сен қиял құсым сапарға алып ұшқан, сен арман ару жаралған сағынышта. Сен жас дәуренім жүзіндей ағылмастың, мөп-мөлдір кәусарыңай қана алмаспын. Сен жас дәуренім жүзіндей ағылмастың, мөп-мөлдір кәусарыңа қана алмаспын. Қиял жетелеп жас күнімді, сен мұрлап алып кетпеші жастығымды. Сен қол жетпейтін тұратын сағымнансың, жолдардан жүріп өткен әнім қалсын. Сен қол жетпейтін тұратын сағымнансың, жолдардан жүріп өткен әнім қалсын. Жолдардан жүріп өткен. Балалар, сабағымыздың қорытынды сәтіне келеміз. Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегімізге сақтайық. Қош сау болыңыз.